Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытов Ақбілек романының әлемдік тақырыптармен үндестігі. Сабақтың оқу мақсаттары 10 сынып 1 тарау 5 бөліміндегі 1 тақырыптағы шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу және 10.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып әдеби сын жазу. Алған оқу мақсатын оқушылардың жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін ескере отырып, осы оқу мақсатынан нақты смарт мақсатын анықтап аламын. Менің алған смарт мақсатым барлық оқушылар орындай алады. Шығарманың мазмұнын түсінеді, ақпараттарды ажыратады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Тыңдалған мәтіндегі ұсынылған ақпарат бойынша фактілерді ажырата біледі. Эссе құрылымы мен даму желісін сақтайды. Кейбір оқушылар орындай алады. Ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажыратады. Мәселенің шешілу жолдарына өз пікірін білдіреді. Осы сабаққа қатысты бағалау критерийлері. Кейіпкерлерге мінездеме береді. Факті мен тақырыптың үндестігін ашады. Әлемдік шығармалармен салыстырады. Үй тапсырмасын желпуіш әдісі арқылы үйге берілген тапсырманы пысықтап аламын. Үй тапсырмасына берілген дескриптор. Шығарма мазмұнын қысқаша айтады. Кейіпкерлер бейнесін ашады. Өз көзқарасын білдіреді. Қалыптастырушы бағалау мадақтау әдісі бойынша жүргізіледі. Сабағымызды бастау үшін оқушыларды түстер арқылы топқа бөліп аламын. 1 топ Ақбілек тобы, 2 топ Мамырбай тобы, 3 топ Үрқия тобы. 1 тапсырма тыңдалым және жазылым. Вендиаграмма әдісі бойынша алдыңғы сабақтағы өткен роман кейіпкерлерімен байланыстырып 3 әлемдік әдеби шығарма кейіпкерлерінің ұқсастықтарын тауып салыстырады. Соған байланысты дескриптор кейіпкерлердің ұқсастықтарын табады. Кейіпкерлер бейнесін ашады. Өз көзқарасын білдіреді. Осы тапсырмаға байланысты қалыптастырушы бағалау жапондық әдісі бойынша. Ендігі кезекте әр топ 3 түрлі шығарманы алып, Ақбілек романымен ұқсастығын табады. 2 тапсырма жазылым және айтылым. Кейіпкерлер әлемі әдісі арқылы әр топ роман желісі бойынша шығарма кейіпкерлерінің образдық бейнесін ашып, суреттейді, баға береді. Кейіпкерлерге байланысты мақал-мәтел, нақыл сөз жазады. Тапсырмаға байланысты дескриптор. Негізгі мәселеге байланысты пікір айтады. Салыстырып, өзіндік сыни баға береді. Кейіпкердің қасиеттерін ашады. Қалыптастырушы бағалау еркін микрофон әдісі бойынша жүзеге асырылады. 3 тапсырма Ақбілек әлемі атты тақырыпта роман кейіпкерлеріне байланысты эссе жазу құрылымын сақтай отырып, өзіндік көзқарасы нақтыланған 5 минуттық әдеби сын эссе жазу. Осы тапсырмаға байланысты дескриптор эссе құрылымын сақтайды, өз ойын дәлелдеп келтіріп қорыта алады. Қалыптастырушы бағалау баспармақ әдісі бойынша. Үйге берілетін тапсырма қазақ қызы тақырыбында эссе жазу.